Жас геологтардың бірінші республикалық далалық олимпиадасының жеңімпаздары анықталды. Қонай қаласында өткен тартысқа толы бәсекеге еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған 200 оқушы қатысты. Шараны Қазақмыс барлау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жас геолог корпоративтік қоры, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Алматы облысы әкімдігімен бірлесіп ұйымдастырды. Үздік шыққан 3 командаға бағалы сыйлықтар тапсырылса, тағы 9 оқушы грант жеңіп алды. Қазақстанның барлық өңірінен келген 16 команда бір апта бойы геология саласындағы білімдері мен қабілеттерін далалық жағдайда көрсетті. Ұйымдастырушылар сөзінше, шараның мақсаты жастарды осы кәсіпке баулып, ғылымға құштарлықтарын оятып, дарындыларды анықтап, оларға қолдау көрсету. Болашақта осы жылғы олимпиадаға қатысқан балалардың 30 немесе бір 40% геология маманына оқуға түсіп жатса, ол нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын, өйткені біз сол үшін жұмыс істеп жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, геология бұл өйткені ғылым ғой. Ол ғылымға анау-мынау балалар келмейді. Болашақта мүмкін біз олардың арасынан екінші қаныш ағамызды тауып алатын шығармыз. Бір апта ішінде 9 бен 11 сынып оқушылары өзара сайысып қана қоймай, осы саладағы білікті мамандармен тілдесіп, жер туралы ғылымның қыр-сырын терең түсінуге тырысты. Сонымен, жүлделі 3-ші орын қарағандылықтарға бұйырса, 2-ші орын Қостанайдан келген команданың қанжығасында кетті. Ал жеңімпаз команда оралдық Сармат командасы. Сармат командасы Оралск қаласы. Жеңіске жетуіміздің құпиясы ол біздің командамыздың бірге қосылып, бірге жұмыс істегені арқасы деп ойлаймын. Осы аптаның ішінде біз деген білмеген көбінесе заттарымызды үйрендік. Айтып өткенде минералогия, палеонтология, магнитометрия деген практикалық үйретті бізге. Оған қоса жеке есептегі жеңімпаздар Сәтбаев университеті, Қазақстан Британ техникалық университеті және София Утебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеттерінде тегін білім алу үшін 9 грант ұтып алды. Осы сәтті бір жыл күттім. Анау жылдан бастап дайындалып, қарап оны анау жыл көргенде өзім ойлап қалдым да, КБВ грант енді жай нәрсе емес, оны ұтуға енді уақыт, өнер, көп нәрсе керек. Өзім шыққанда өте қуанышты болдым. Өзім сенбей қалдым да, ойладым, бермей қалады па, бірдеңе болып қалады ма, солай. Жеңімпаз командалар грамотамен, медальдармен және белсенділік танытқандар да бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ұйымдастырушылар олимпиаданың аясын кеңейтіп, жыл сайын өткізуді жоспарлап отыр. Арнат Дүйсен, Жаслан Өмірзақов, Атамекен бизнес арнасы.